Наурыз жыл басы. Бұл күні қазақтың барлық ауыл аймағы жиналып, той жасап, ақ түйенің қарны жарылған күн деді Ахмет Байтұрсынұлы 1913 жылы Қазақ газетінде жазған мақаласында. Қайырлы күн көз қарақты көрермендер. Наурыз көне дәуірден келе жатқан жаңару мен жаңғыруды білдіретін 5000 жылдан астам уақыт тарихы бар мұсылман халықтарының мерекесі. 22 наурыз күн мен түннің теңеліп, нағыз жаңа жылдың басталғанын білдіреді. Наурыз жаңару мен молшылықтың белгісі. Наурыз табиғаттың оянуы, жердің жаңаруы, тіршіліктің басталуы. Наурыз ынтымақ пен бірліктің символы. Осы орайда бүгін Шамшырақ ұлттық мектебінде әз наурыз мерекесі тойлануда. Өздеріңіз көріп отырғандай, аулада бірнеше бекеттер бар. Арқан тартыс, қол күрес, тымақ ұру, садақ ату, қолөнер, ләңгі тебу, асық ату, қыз қуу, теңгелеу. Көктемнің осынау жарқын мерекесінде әр шаңыраққа қуаныш, молшылық, ынтымақ пен бақ береке тілейміз. Ақ мол болсын, ұлыс оң болсын, жаңа жыл құтты болсын.